Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, өзі жұмсақ, жасалу жолы жеңіл, оңай дайындалатын, дастарханыңыздың сәнін кіргізетін пирожки дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге құрамына қажетті заттар: 1 жұмыртқа, 200 грамм сүт, су, сұйық май, қант, тұз, ас содасы және де уксус қажет. Барлық қажетті қоспаларымызды араластырып, керегінше ұн салып, қамырымызды қатты қылмай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, жарты сағатқа салафанға салып қоямыз. Ендеше пирожкиіміздің ішкі салмасын дайындайтын боламыз. Бізге картошкамызды суға пісіріп аламыз, дәміне қарай тұз қосамыз, және де оның дәмін келтіру үшін пиязымызды қызып тұрған майға қуырып алып, дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш және де аздап тұз саламыз. Барлығын бірге араластырып, пюре жасайтын боламыз. Мінекей, мен қамырымды 2 бөлікке бөліп алдым. Қамырымызды қатты жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырларымызды бөліктерге бөліп алдық және де ортасына салмамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Мінекей, алдын ала қызып тұрған майымызға пирожкиімізді қызартып тұрып пісіріп аламыз.
Өте дәмді пирожкиіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.